Окей. Мгм. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Қарағанды облысы Шет ауданы Ақжол кенті Шарбан Батталов атындағы тірек мектебінің биология пәні мұғалімі Сұлтанбекова Гүлдар Ханзарлыковна. Мені бүгінгі қорғайын деп отырған тақырыбым жасушалық инженерия 10 сыныпқа арналған әдістемелік ұсыным. Әдістемелік ұсынымның мақсаты жасушалық инженерияның талдау арқылы оқушылардың жаратылыстану сауаттылығын қалыптастыру, биология сабағында оқушылардың білім сапасын ынталандыру және оларды жақсарту, алған білімдерін ары қарай өмірде пайдаланып қолдану. Осы мақсаттан осындай 8 міндет шығардық. Жасушалық инженерияның негізгі принциптерін түсіндіру, жасушалардың құрылысы мен қызметін тереңірек ғылыми түрде зерттеу, генетикалық модификацияның әдістерін үйрету, яғни жасушадан өмірге деп мынандай 4 модельді зерттеу, модельдеу, шешім шығару және оны қорғау деген осы 4 бір модельді ұсынып отырмын. Және аналитикалық сыни ойлау қабілеттерін арттыру, практикалық мәселелерді шешу дағдыларын қалыптастыру, оқушылардың болашақ ғалым болуға бағдар беру. Күтілетін нәтиже биология мен математика, химия, медицина, биотехнология сияқты пәндердің интеграциясы арқылы жасушалық инженерияның принциптерін түсініп, оның қарапайым жасушалық модельдерін құрау. Жасушалық инженерияның құрылысы мен қызметін тереңірек түсініп, оның қолданылатын негізгі технологиялық әдістерін зерттей алады оқушы, генетикалық модификацияның әдістерін үйренеді. Одан кейін заманауи ғылым мен техника саласында өзекті мәселелер мен жетістіктер туралы ақпарат алады. Этикалық және әлеуметтік мәселелерді қарастыру арқылы жасушалық инженерияның болашақ даму бағытын талқылай алады. Жалпы бұл проблема біздің қазіргі биологияда биотехнология мен жасушалық инженерия өте көп қарқынды дамып келеді. Бірақ мектеп қабырғасында оқушы бұл тақырыпты түрде ғана, ешқандай қызығушылығы төмен, теориялық түрде ғана оқып жаттап алады. Ал бұл неге қызықты, қандай маңызы бар деген сұрақ оқушыларды туындамайды және сол үстіртін қалып қояды. Ал және тағы да бір проблема, бұл теорияны түсініп жаттай алғанымен оны қолдана алмайды. Олардың оқушылардың абстрактілі ойлау деңгейінің төмендігі болады. Яғни жасуша деңгейінде үдерістерді көзге көрінбейтін болғандықтан оқушылар оны елестете алмайды. Міне нәтижесінде осы оқушыларда қызығушылық төмендей бастайды. Одан кейін келесі бізде зерттеушілік дағдыларының әлсіздігі. Көпшілік дайын ақпараттарды қабылдап үйренгендіктен қалай, неге деген сұрақтарға өздігінен қоймайды. Зерттеу, гипотеза құру, талдау жасау дағдыларын жеткіліксіз дамыған. Яғни бүгінгі ғылым мен оқушының арасында байланыс жоқ. Және оқушылардың мотивациясының төмендігі. Мысалға, оқушылар клондау, гендік терапия туралы естігенмен, олардың мәнін терең түсінбейді және болашақ мамандықтармен байланыстыра алмайды. Осы проблемалар талдай отырып, әдістемелік өнімнің негізгі мақсаты анықталды. Олардың оқушылардың тек білімін арттыру ғана емес, олардың ғылыми ойлауын, зерттеушілік қабілетін және пәнге деген қызығушылығын арттыру және ары қарай өзінің болашақ бүгінгі заманауи мамандығын таңдауда проблемаларды шешу мүмкіндігі туындады. Сондықтан осы ұсынылған әдісте визуализация болды. Балалар виртуалды зертханаларда көріп, қабылдап, балалар модель жасап, макеттер жасайтын болды. Цифрлық құралдарды кеңінен қолданды. Практикалық тапсырмаларды өте көп қолданды. Өмірмен байланысқан кейс тапсырмалар болды және зерттеу элементтерін енгізді.
Ал енді әдістемелік ұсынымға қойылған мынандай талаптар болды: мақсаттың айқындығы, ғылымның негізділігі, жүйелілігі, оның практикалық бағыттылығы, сыни ойлау, жаңағы ойлауды дамыту, этикалық ұстамдылық және қолжетімділігі болды, және оқушылармен әрқашанда кері байланыс болатын болды. Бұл жерде міндетті түрде ұлттық құндылықтарды айту мүмкін емес. Ол ең бірінші табиғатты аялау, одан кейін халықтық медицина мен жаңағы ғылым, бүгінгі жаңағы ұмытылып бара жатқан біздің ұлттық дәстүр, қымызды дайындау, айран ұйыту, міне әртүрлі сүттік тағамдардан, сүттің алынатын көптеген ұлттық тағамдардың барлығын осы бізде биотехнология бөлімінде осы қарастырып, тікелей өзіміздің ата бабамыздан келе жатқан дәстүрді жаңғырту болды. Және одан кейінгі еңбек пен білімге құрмет деген ұлттық құндылықтарды айта кетпеу мүмкін емес. Келесі. Енді осы әдістемелік ұсынымның барысында кездесетін мынандай бір қателіктер болды. Балалар терминологиялық күрделілік оқушылардың ғылыми тілде түсінбеуі болды. Күрделі терминдерді күнделікті өмірмен салыстыру, одан кейін стерильдік ережелерін елемеу практикалық жұмыс кезінде байқалады. Бірақ бұл жаңағы визуалды демонстрация болған кезде балалар осының анық көрсетіп, анық қайталап терминдік жұмыстар жүргізіле бастады. Тек жаңағы теорияға сүйену ғана болды балаларда, практиканың аздығынан. Ал виртуалды зертханаларда және қолжетімді модельдеуде бұлардың құралдарды қолданып көрінді, балалар оқып білді. Этикалық мәселелерден аттап өту міндетті түрде болды. Келесі бізде мынандай зертханалық жұмыстар болды. Зертханалық жұмыстар болды. Зертханалық жұмыстарда балалар қарқынды жұмыс істеп, бұлардың виртуалды зертханалардың арқасында балалар көптеген жұмыстарға, жобалық жұмыстарға қолжетімді жобалық жұмыстарда орын алып, өздерінің қызығушылығын ғылыммен байланыстырып, өздерін ары қарай дамыта бастады. Мысалға айта кетсек, бүгінгі таңда менің оқушым Сәкен Сейфуллин атындағы аграрлық университетті бітіріп, сүт фабрикасында биотехнолог болып жұмыс істеп жатыр. Ол да бір осы саланың, жаңағы жасушалық инженерияның нәтижесі, жемісі деп білеміз. Және де 2024 жыл мен 2026 жылдың арасындағы айырмашылықты, көрсеткіштік пайыздық қатынасты көрсететін болсақ, білім сапасы 65-тен 81-ге, оқушының белсенділігі көтерілді, зертханалық жұмысқа балалар қарқынды жұмыс істей бастады, және жобалық жұмысты өте жоғары деңгейде жұмыс істей бастады. Міне жаңағы менің оқушым бұл жерде мына бүгінгі таңда осы дипломмен жаңағы жұмыс істеуде. Және де мына біздің оқушымыздың, Мәткенова Көзайымның, осы әртүрлі температурада сүт қышқылының әртүрлі температурада әсер туралы жобаның бір көрінісі, нәтижесі. Қорыта келген кезде, бұл әдістемелік ұсыным білім беру саласында, әсіресе жасушалық инженерияны оқытуда құнды ресурс екенін атап өту қажет. Бұл оқушылардың ғылыми ойлау қабілеттерін дамытуға және болашақ мамандық таңдауына ықпал етеді. Назарларыңызға рахмет. Мен аяқтадым.